Қыздар, мойындаңыздаршы, барлығыңызда осындай жағдай болған шығар, иә? Иә, менде де осындай жағдай болып тұр. Енді осыны сіздермен бірге тазалап көрсетемін. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай нержавейка кастрюльді үй жағдайында және де химиялық әдіспен, екі түрлі әдіспен тазартып көрсететін боламын. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл кастрюльді құтқару үшін мен бірінші әдіске химиялық затты пайдаландым. Қыздар, бұл ешқандай жарнама емес. Мен күнделікті үй жағдайында пайдаланып жүрген құралымды сынға алдым. Бірақ сыннан өтті ма, өтпеді ма, осы видеоның соңында көрсетемін. Ең алдымен осы Faberlicтің духовка жуатын құралын кастрюльме құйып, біркелкі етіп жағып, біраз уақытқа қалдыратын боламын. Ішіне және де сыртына біркелкі етіп жақтым. Бұл құралды бірінші пайдаланған кезде осылай көпіршіп тұрады. Шамамен 20-30 минутқа қалдырамыз. Және де міндетті түрде қолымызға перчатка киюді ұмытпаймыз. Өйткені бұл құрал қолды қатты ойып жіберуі мүмкін. Және де губкамен осылай құралды толық кетіріп алып, үстін қазан қырғышпен қыратын боламыз. Қыздар, байқасаңыздар, ешқандай да кастрюлім тазарып жатқан жоқ. Қанша қазан қырғышпен қырып жатсам да ешқандай кірі кетіп жатқан жоқ. Қазаным мүлдем ағарып жатқан жоқ. Енді сіздерге келесі үй жағдайындағы арзан және де қолжетімді құралмен тазартып көрсететін боламын. Келесі үй жағдайындағы бюджетті әдіске бізге қажетті лимон қышқылы 2 шай қасық және де қыша ұнтағы 2 шай қасық қажет болады. Бір ыдысқа осылай 2 шай қасықтан ұнтақтарымызды салып, үстіне салқын су құйып, біркелкі масса болғанға дейін толығымен араластыратын боламыз. Біздің кастрюліміз алғашқыға қарағанда едәуір ағарған және де кірі кеткен. Және осы үй жағдайындағы құралымызды шай қасықпен кастрюльдің ішкі жағына салып, кисточкамен біркелкі етіп жағып шығамыз. Және де сыртқы жағына да аздап қалдыруды ұмытпаңыз. Сыртына да толығымен жағып шығамыз. Егер сіздің кастрюліңіз, ыдысыңыз үлкендеу көлемде болса, бұл құралды 2 есеге көбейтіп жасағандарыңыз дұрыс болады. Бұл құралдың атын және де көлемін описание бөліміне толығымен жазып қалдыратын боламын. Шамамен 20 минут уақыт өткеннен кейін құралымызды губкамен сүртіп тастап, қазан қырғышпен әдеттегідей қыратын боламыз. Қырған кезде белгілі болады өзі, кірі кетіп жатыр ма, жоқ па. Байқасаңыздар, жаңағы құрал жаққан жері ғана кетіп жатыр. Құралымыз жетпей қалған жері сарғайып қалған. Енді сыртқы жағын толығымен қазан қырғышпен кетіріп алып, содан кейін ішкі жағына көшеміз. Кастрюльдің сыртқы жағын тазалап болғаннан кейін ішкі жағына көшеміз. Ішкі жағы байқасаңыздар қиындау болайын деп тұр, өйткені қатып қалған жері өте көп. Қазан қырғышпен күш сала отырып әбден қыратын боламыз.
Біздің қарапайым үй жағдайындағы дәмдеуіштерден жасалған ыдыс жуатын, кастрюль жуатын құралымыз өте керемет болып іске асты. Сөз жоқ, өйткені алғашқыдағыдай болып қалды кастрюлімнің сыртқы бейнесі. Баршаңыз осы әдіспен қолданып көруге шақырамын. Міндетті түрде кастрюліңіз күйіп кету емес, күнделікті қолданған кезде, кірлеген кезде осы әдіспен тазалап алсаңыз да болады. Өйткені химиялық әдістер бәрібір өзінің зияндығын келтіреді. Осы видео пайдалы болса, және де осындай сіздерде жағдай болса, комментарияға қалдырып кетіңіздер. Сондай-ақ менің каналымда шәугім, қасық және де қазан жуатын түрлі пайдалы лайфхактардың видеолары бар. Тамашалап кетсеңіздер болады, және де осы каналға тіркеліп кетіңіздер, өйткені алда басқа да видеолар болады.